Құлагер поэмасы ол қазақтың рухани ойтырмасы. Құлагер поэмасында екі басты кейіпкер бар. Ол біріншісі Ақан Қорамсаұлы және де оның жылқысы Құлагер. Екеуінің тұлғасының сипаты, екеуінің тұлғасын жырлаудың басты себебі сол кезеңдердің әділетсіздігін, сол кезеңдердің ортасын, сол кезеңдердің ұйымын көрсету. Ақан сері бір топ өнерлі жігіттермен әр ауылды аралап, ән айтып, өнер көрсеткен. Сері жігіт байлықты көксемеген. Оның жанында жақын тұлпары Құлагері, Қараторғай мен Базарала сияқты қыран құсы мен тазысы болған. 1876 жылы Сағынайдың асында үлкен бәйге болады. Сол бәйгеге Құлагерді қосқан Ақан Батыраштың зұлымдығынан атынан айырылады. Құлагердің зұлымдықпен өлтірілуі Ақанды ауыр жан күйзелісіне терең азалы тебіреніске салады. Ор болып қалушы еді шапқан жерің, шаттанып тұрушы еді қосқан елің. Атығай қарауылға ол жасалған, бот терсек қыл сағақ сандал керім, деп Құлагерді жоқтайды. Құлагер тек қана Ақанның ғана мақтанышы емес, бүкіл ауылдың мақтанышы мен сүйікті жануары болған. Құлагерді өлтіргенде алдым несін, әркімнің тәңір берген несі бесін. Қас қылған жануарым Құлагерге, жауызға бар тілегім өлім берсін, деп қарғап Ақан күйзеліске ұшырайды. Құлагер поэмасы қазақтың дарынды әншісі Ақан сері өмірінің трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген ауқымды туынды. Осындай шығарманың туындауына себепкер болған поэзия құлагері, оң қолынан өнер тамған шебер ақын Ілияс Жансүгіровті халық ешқашанда ұмытпақ емес.